Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лапиза туралы айтатын боламыз. Бұл ащы немесе жартылай ащы бұрыштың кепкен түрі. Соны тағамға қалай қосамыз, сол туралы көрсететін боламын. Ең алдымен жартылай ащы бұрышымызды жуып аламыз жақсылап. Тамаққа қосарда көбіне осы жартылай ащы түрін алған дұрыс. Чили тым ащы болып кетеді. Осылай жақсылап жуып алып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Суды осы бұрыштар батып тұратындай мөлшерде құямыз. Одан кейін бетін бұқтырып жауып қоямыз. Тарелкамен де жапсаңыздар болады. Суда 1 сағаттан астам уақыт ұстаймыз. Көбірек ұстаған жақсы жібейді. Одан кейін бас жағын және де дәнегін осылай алып тастайтын боламыз. Бірден блендердің ыдысына салған дұрыс. Одан кейін суынан кішкене құйып, осы блендермен езіп аламыз.